Ақтөбе облысы. Шағын ауыл. Қазан айының соңғы күндері. Кешкі сағат 8 шамасында күн еңкейіп, ауылды көкшіл ала көлеңке басқан. Аспандағы бұлттар баяу жылжып, салқын ауа қазанның иісіндей өткір сезіледі. Ауладағы ит бір рет үрді де, қайта тынышталды, дәл сол сәттегі үнсіздік жүректі одан сайын қысып жібергендей. Әзімхан трактордың жанында тұрып, қолын сүртті де, телефонын шығарып қарады. Экран жарығы бетіне түсіп, жүзіндегі шаршауды айқындап жіберді. Ол қоңырау шалды. Айгүл, деді, даусы әдеттегідей сабырлы. Мен бүгін Қараталдағы тойға барам. Жол алыс. Таң атпай келмеймін. Сен бармай қой, бала бар, әбігер боларсың. Ас үйде тұрған Айгүл телефонды құлағына таяп, үнсіз тыңдап тұрды. Қайнап тұрған шәйнектің дыбысы да жүрегіндегі бір түрлі сыздауды баса алмады. Жарайды, деді ол жай ғана. Телефон сөнді. Ал ас үйде бір сәтке бәрі тым-тыныш болып кетті. Айгүл терезе алдына барып сыртқа көз салды. Ауладағы қарағайдың түбінде ескі орындық бар еді. Сол орындықта Ерлан отыр. Қараңғыда силуеті ғана анық көрінеді. Қолын тізесіне қойып, бір нүктеге қадап қалған. Ерлан Әзімханның інісі. Жасы 27-де. Үйленбеген. Университет бітіріп, қалада қалуға мүмкіндігі бола тұра, ауылға қайтып келген. Аз сөйлейді. Бірақ бір қарағанда ішкі әлемі терең екені сезіледі. Оның көз қарасы адамды мазасыз ететін тым тік, тым шын. Айгүл терезені ашты. Салқын ауа бетіне тиді. Ерлан, кірші. Шай дайын, деді ол. Ерлан басын көтерді. Сол сәтте олардың көздері түйісті. Бірақ сол секундтың өзі тым ұзақ болып кеткендей. Ерлан орнынан тұрып, баяу үйге қарай беттеді. Айгүл терезені жапты. Жүрегі біртүрлі соғып тұр. Өзі де түсінбеген бір сезім ішін қысып, тынысын тарылтты. Бұл қорқыныш емес еді. Бұл қуанышта емес. Бұл жалғыздықтың алғаш сезілген иісі болатын. Ас үйде тек пештің баяу гуілі ғана естіледі. Терезеден түскен әлсіз жарық үстелдің бетіндегі ыдыстарды көмеске етіп көрсетіп тұр. Айгүл дастарханға қымыз құйып, бауырсақты түзеп қойды. Қарапайым кешкі ас, бірақ сол қарапайымдықтың өзінде бір түрлі салмақ бар. Ерлан қарсы бетте отыр. Қолындағы қасықты қымызға баяу батырып, қайта шығарып қояды. Сөйлегісі келетіндей, бірақ сөз таба алмай отырған адамға ұқсайды. Ағам тойға кетті ме? Деді ол ақырын. Иә, Қараталға, деді Айгүл, жол алыс екен. Үнсіздік қайта орнады. Айгүлдің қолы шай құятын шәйнекке жеткенде сәл дірілдеп кетті. Ыстық шай дастарханға тамып, ақ дастарханның үстінде қарадақ қалдырды. Ой, деді ол асығыс, кешір. Ол шүберек алып дақты сүрте бастады. Бірақ қолының дірілі басылар емес. Соңғы кезде деп бастады да тоқтап қалды. Ерлан көзін көтерді. Оның қарасы бір сәтке ғана жеңгесінің жүзіне тоқтады. Айгүл сөзін өзі де күтпегендей жалғастырып жіберді. Жалғыздықтан ішім бір түрлі күйетім болды, деп күлгенсіп қойды. Бұл күлкі шын күлкі емес еді. Ол ішкі жанайқайдың сыртқа абайсыз шыққан дыбысы ғана. Ерлан қасықты қимылдатпай қалды. Үстел үстінде тұрған сағаттың тықылы анық естілді. 1 секунд, 2 секунд. Айгүл оның өзіне қарап отырғанын сезіп көзін тайдырып әкетті. Беті ду ете қалды. Ыдысты жуып тастайын деді де орнынан тұрып кетті. Судың ағысы қосылғанда ғана тынысы сәл орнына келгендей болды. Бірақ артынан қарап тұрған көзқарасты анық сезіп тұрды. Ерлан ештеңе айтпады. Бірақ сол бір сөз, ішім күйетім болды, оның ойында қайта-қайта жаңғырып тұрды. Бұл жай сөз емес еді. Бұл бір есіктің сығалап ашылғанындай белгі болатын. Ал кейде бір рет ашылған есік қайта жабылмай қалады. Түн біртіндеп ауылды тұтас жұтып қойды. Сағат 11-ден асқанда үйдің іші де, аула да тып-тыныш қалды. Тек пештің ішіндегі от анда-санда сытырлап, тіршіліктің барын еске салғандай. Айгүл жатын бөлмедегі шамды сөндіріп төсегіне жатты. Қасында ешкім жоқ. Бұл бос орынға ол әлдеқашан үйренгендей еді, бірақ бүгін сол бос кеңістік ерекше салмақ салып тұрды. Телефонын қолына алды, Әзімханнан хабар жоқ. Әдеттегі жағдай. Бірақ сол ойда жұбата алмады. Дәліз жақтан баяу дыбыс естілді.
Қадам емес, жай қозғалыс. Айгүл құлағын тікті. Ерланның бөлмесінің есігі әдетте жабық тұратын. Ал қазір жарық сызығы еденге түсіп тұр. Жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Неге алаңдаймын? Деді ішінен. Мен неге бұған мән беріп отырмын? Сол сұрақтарға жауап іздегенше өзі де байқамай орнынан тұрып кеткенін аңғарды. Жалаң аяқ дәлізге шықты. Суық еден табанына тигенде ғана есін жиғандай болды. Есікке таяды. Ішке қарады. Ерлан төсекте шалқасынан жатыр. Жарық әлсіз, тек жүзінің сұлбасын ғана айқындап тұр. Көзі жұмулы. Бірақ тынысы бір қалыпты емес. Ұйқыдағы адамға ұқсамайды. Айгүл қозғала алмай қалды. Кеудесі қысылып, ауа жетпей тұрғандай сезінді. Қолын есіктің тұтқасына қойды. Бір сәт кері бұрылмақ болды. Бірақ аяқтары тыңдамады. Бұл сәт қадам емес еді. Бұл ішкі шекараның баяу бұзылуы болатын. Ерланның жүзінде болар-болмас күлкі ізі байқалды. Көзін ашпады. Бірақ бәрін сезіп жатқандай. Айгүл есікті сәл ғана итеріп ішке бір қадам жасады. Есік жабылмады. Ашық қалды. Ашық есік қайтар жолдың әлі барын білдіретіндей еді. Бірақ кейде ең қауіпті шешім дәл сол ашық тұрған есіктің жанында қабылданады. Айгүл сол жерде тұрып қалды. Жүрегі қатты соғып тұр. Өзіне өзі сыбырлады. Тек бір сәт. Ал кейде бір сәт тұтас тағдырды өзгертіп жібереді. Ерлан көзін ашқан жоқ. Бірақ Айгүл оның сергек екенін анық сезді. Бөлмеде тыныштық тым қоюланып кеткен. Тіпті тыныстың өзі естілердей. Айгүл бір қадам алға жылжыды. Төсектің жанына келгенде ғана тоқтады. Осы арада тоқтаса, бәрі бітетіндей. Бірақ тоқтау ойы кешігіп келген еді. Ерлан баяу қозғалды. Қолы жамылғының үстімен сырғып, Айгүлдің білегіне тиді. Бұл кездейсоқ жанасу емес еді. Бірақ әдейі де емес сияқты. Тек бір сәттік үнсіз келісім. Айгүлдің жүрегі кеудесіне сыймай кеткендей болды. Ол қарсы шегінбеді. Қолын тартып алмады да. Сол сәтте уақыт тоқтап қалғандай сезілді. Ерлан көзін ашты. Екеуінің көзқарасы түйісті. Бұл көзқараста сөз жоқ еді. Тек көптен жиналған айтылмаған сезім ғана бар. Жеңге, деді ол өте жай. Айгүл үн қатпады. Дауысы шықпады. Оның орнына тынысы тереңдеп кетті. Ерлан оның қолын босатып жібермеді. Бірақ қыспады да. Таңдау қалдырғандай. Айгүл төсектің шетіне жай ғана отырды. Бұл әрекет жауап болатын. Ерлан ештеңе деместен оның жанында қалды. Араларындағы қашықтық тым аз еді. Тіпті ауада асып кеткендей. Ерлан қолын баяу көтеріп Айгүлдің иығына қойды. Саусақтарының салмағы ғана сезілді. Бірақ сол салмақтан ақ дене шымырлап өтті. Айгүл көзін жұмды. Бұл асығыс қадам емес еді. Бұл баяу, бірақ қайтымсыз жақындасу болатын. Сыртта жел соғып тұрды. Терезе сәл сықырлады. Ал бөлменің ішінде тек екі адамның тынысы ғана бар еді. Осы тыныстар бір ырғаққа түсе бастағандай Айгүл көзін ашпады. Кейде көрмеу бәрін жеңілдететіндей. Жауапкершілікті де, ойды да. Ол дәл қазір сол қараңғылыққа тығылғысы келді. Ерлан оның жанында отыр. Асықпай қозғалысы да, тынысы да байытты. Қолын иығынан алып тастаған жоқ, бірақ алға да ұмтылмады. Бұл үнсіздік екеуіне де ауыр әрі тәтті еді. Айгүлдің ойы сан-саққа жүгірді. Тоқтау керек. Бұл дұрыс емес. Бірақ сол ойлардың ешқайсысы да жүрегіндегі сезімді тоқтата алмады. Ерлан еңкейіп оның самайына маңдайын тигізді. Бұл жақындықтың ең жұмсақ түрі еді. Сөзсіз, талапсыз, бірақ мағынасы тым терең. Айгүл еріксіз терең дем алды. Сол сәтте Ерлан да тынысын тежеп қалғандай болды. Екеуінің арасында бір ғана қадам бар еді, бірақ ол қадамды сөз емес, сезім жасайтын. Егер қаламасаң, деді Ерлан өте баяу. Айгүл жауап бермеді. Оның орнына қолын жай ғана көтеріп, Ерланның қолын ұстады. Қатты емес, бірақ анық. Бұл шешім еді. Дауыстап айтылмаған, бірақ анық қабылданған. Түн сыртта қоюланып бара жатты.
Үйдің ішінде жарық әлсіз. Ал екі адамның арасындағы үнсіздік бұрынғыдан да тереңдей түсті. Бұл үнсіздік енді кері шегінуге мүмкіндік бермейтіндей еді, бөлме іші бұрынғыдан да тынышталып кеткендей. Тіпті уақыттың өзі баяулағандай әсер қалдырды. Айгүл мен Ерлан бір-біріне тым жақын отыр. Бұл жақындық оттай емес, баяу жанып тұрған шоқ секілді еді. Айгүлдің жүрегі қатты соғып тұрды. Ол өз тынысын сезіп отыр. Әр дем алған сайын көкірегі көтеріліп қайта басылады. Ерлан да сол ырғақты сезіп отырғандай тынысы біртіндеп соған үйлесіп барады. Ерлан оның қолын әлі ұстап отыр. Саусақтары жылы. Сол жылу Айгүлдің бойына жайылып бара жатқандай. Ол көзін ашты. Қараңғылықта Ерланның жүзін анық көрмесе де, оның бар екенін, тым жақын екенін сезді. «Қорқып тұрсың ба?» деді Ерлан сыбырлап. Айгүл сәл ғана басын шайқады. «Жоқ», деді ол. «Тек кеш болып кеткендей». Ерлан жымия күлді. Бірақ бұл күлкіде жеңіс те, жеңілдік те жоқ еді. Тек түсіну бар. Кейде кеш болған сәтте ғана шындық шығады, деді ол. Айгүл оның иығына басын тіреп отырды. Осы қалыпта олар біраз отырды. Сыртта жел үйді айнала соғып жүр. Терезе әйнегіне бір жапырақ тиді де төмен сырғып түсті. Бұл түнде ешкім уәде берген жоқ. Ешкім болашақты айтпады. Тек сол сәттің бар екенін, сол тыныстың шын екенін мойындады. Ал түн ортасы ауған сайын бұл үнсіз жақындықтың салмағы да арта берді. Түннің соңғы сағаттары. Аспан әлі қараңғы, бірақ алыстан бозамық жарық сезіле бастаған. Үй ішіндегі ауа да өзгергендей, ауыр емес, бірақ салмақты. Айгүл терезеге қарап отыр. Сыртта бәрі баяғыдай, аула, қарағай, үнсіз тұрған ауыл. Бірақ өз ішінде бәрі өзгеріп кеткенін анық сезді. Жүрегі әлі де тынышталмаған, ойы бір нүктеге тоқтай алар емес. Ерлан жанында отыр. Сөйлеген жоқ. Бұл үнсіздік енді бұрынғыдай тәтті емес еді. Ол ойлануға мәжбүрлейтін үнсіздік. Айгүл ішінен өзіне өзі сұрақ қойды. Мен не істедім? Бұл бір сәт пе, әлде бастамасы ма? Ол басын төмен салды. Қолдары тізесінде. Сол қолдардың дірілдеп тұрғанын өзі де сезді. Таң атып келеді, деді ол ақырын. Ерлан басын изеді. Даусы бұрынғыдан салмақты шықты. Иә, таң бәрін өз орнына қояды. Айгүл оның жүзіне қарады. Сол көзқараста өкініш те бар еді, бірақ жалтару жоқ. Ол осыны түсінді, бұл түн ешқашан ұмытылмайды. Бірақ дәл сол үшін де оңай жалғаса алмайды. Айгүл орнынан тұрды. Дәлізге қарай жүрді. Есіктің алдында бір сәт тоқтады. Бұл туралы ешкім білмесін, деді ол артына бұрылмай. Білмейді, деді Ерлан, бірақ екеуміз ұмытпаймыз. Айгүл есікті жапты. Бөлмеде Ерлан жалғыз қалды. Таң атып келе жатты. Жаңа күн басталады. Бірақ ол күн бұрынғыдай болмайтыны анық еді. Кейбір түндер өмірді өзгертіп жібереді. Айқаймен емес,